Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Бүгін біздің сабағымызда алдыңғы өткен пайыз тақырыбына арналған есептерді қарастыратын боламыз. Яғни мәтінді есептерді пайыз келіп қалса, оны қалай есептейміз. Мына алдарыңызда экранда көріп тұрғандай, мынандай есепті қарастырайық. 385 санның 20%-ін табыңыз дейді. Яғни кез келген санның пайызын қалай табамыз? Яғни сол санды сұраған процентке көбейтеміз және де 100-ге бөлеміз. Яғни 385-ті 20-ға көбейтіп 100-ге бөледі екенбіз. Мұнда 20 мен 100-ді қысқартамыз. Яғни екеуі де 20-ға бөлінеді. 20-ны 20-ға бөлсек 1, 100-ді 20-ға бөлетін болсақ 5. Яғни 385-ті 5-ке бөлеміз. Яғни 385 санның 20%-ін бізде 75 деген сан құрайды екен. Келесі, егерде мынадай есептер келсе, яғни бөлшек ретінде келген есептер, 2,25-тен 2 бөлшегін процент түрінде жазыңыздар дейді. Егерде бөлшекті процент түрінде жаз десе, бұл жеңіл. Яғни сол бөлшекті аламыз да 100%-ға көбейте береміз. Яғни 2,25-тен 2 көбейтілген 100-ді. Яғни бұл жерде аралас санды міндетті түрде бұрыс бөлшекке айналдырып аламыз. Яғни 25-тен 52. Бұл жерде 25-ті 2-ке көбейтіп, оған тағы да 2-ні қосады екенбіз. Келесі, сол 25-тен 52-ні енді 100-ге көбейтеміз. 100-бен бізде 25 қысқарып кетеді. Мұнда екеуді яғни 25-ке қысқарады. 25-ті 25-ке бөлсек 1, ал 100-ді 25-ке бөлсек 4 қалады екен. Яғни 52-ні 4-ке көбейтетін болсақ, бізде 270% болады екен. Мұны осылай процент түрінде бөлшекті осылай жазады екенбіз. Барлығы түсінікті болса, онда мұны қалған есептерді жазып алыңыздар. Яғни 360 санның 15%-ын табыңыз дейді. Яғни 3,20-дан 7 бөлшегін процент түрінде жазыңыз. Яғни қалған есептерді осы мысалға қарап отырып шығарсаңыздар болады. Міне мысал үстінде. Тапсырма астында видеоны паузаға қойып, мына тапсырмаларды жазып алсаңыздар да болады. Мына жерде түсіндірілген мысалдарды видеоны паузаға қойып, дәптерлеріңізге жазып алсаңыздар болады екен. Келесі, егерде мынадай есептерде, мәтінді есептерде пайыз келіп қалса, оны қалай есептейміз? Мына сұраққа назар аударайық. 120 килограмм қоспаның құрамында 30 килограмм мыс бар дейді. Осы қоспада неше процент мыс бар дейді. Енді бұның пайызын табу үшін біз, яғни барлығы 120 килограмм деп тұр ғой, ал оның ішіндегі 30 килограмм мыс екен. Енді осы мыстың, осы қоспаның құрамында дейді, неше процент құрайтын табуымыз керек дейді. Бұл есепті шығару үшін біз 30-ды 120-ға бөлеміз және де 100-ге көбейтеміз. Бұл жерде енді 100 бен 120-ны қысқартып жібердім. Яғни екеуі де 20-ға бөлінеді мұнда. Келесі 30 көбейтілген 5. Яғни 100-ді 20-ға бөлетін болсақ 5 қалады. Ал 120-ны 20-ға бөлетін болсақ 6 қалады. Яғни 30-ға 5-ті көбейтеміз, 6-ға бөлеміз. Бұл жерде 30 бен 6-ны да қысқартып жіберсеңіздер. 30 бен 6-ны қысқартатын болсаңыздар, мұнда 5 қалады. Ал 5-ті 5-ке көбейтсеңіздер, 25% шығады екен. Яғни 30 килограмм мыс 120 килограмм қоспаның 25%-ын құрайды деп жауап береді екенбіз. Келесі, мынадай есеп. Оқушы барлық кітаптың 23%-ын құрайтын 138 бетін оқып шықты дейді. Келесі, кітапта неше бет бар болған дейді. Жалпы неше бет бар болған дейді. Яғни кітаптың 23%-ын 138 бет құраса, 100%-ын неше бет құрайды деп сұраған екен.
Енді бұндай есептерді керісінше табамыз. Яғни 138-ді 23-ке бөлеміз, және де 100-ге көбейтеді екенбіз. Сонда неше бет болғаны шығады екенбізде. Яғни 138 бен мына жерде 23 қысқарады, екеуі де 23-ке бөлінеді екен. Яғни 138-ді 23-ке бөлетін болсақ, бізде 6 шығады. Ал 6-ны 100-ге көбейтсек, бізде әрине 600 шығады екен. Яғни бұл кітапта барлығы 600 бет бар екен. Келесі, дәл енді осы мысалдарға қарап отырып, мына есепті, мына екі есепті шығарыңыздар. Сұрақтарыңыз болса, WhatsApp желісі арқылы қоясыздар. Тағы да қайталаймын, тапсырмаларды, мысалдарды дәптерлеріңізге жазғыларыңыз келсе, видеоны паузаға қойып, жазып алуларыңызға болады. Сау болыңыздар.